Саламатсыздар ма мұғалімдер? Ең алдымен біз ноутбук орнату үшін Google Chrome'ды ашамыз. Zoom деп кез келген жерге жазсақ шығады. Міне осы Zoom OS сайтына кіреміз. Кірген кезде ең астыңғы жағына түсеміз. Загрузить. Мынаны басамыз. Компьютерге жазылады. Жүктелді. Жүктеу үшін осы загрузить басқан кезде мына жаққа шығады. Үстінен бір рет чертеміз. Программа установка жүріп жатыр. Көрініп тұр ма сіздерге? Загрузка жүріп жатыр. Міне, орнатылды. Енді осы жерде тұру үшін, мына жерден мышканың оң жағын басып, закрепить на панели задачи. Осы жерде тұрады. Войти деген басамыз. 3 түрі бар кірудің. Мына ең оңай түрі, егер сіздерде Google аккаунт болса, осы Google аккаунтпен немесе Facebookпен тез кіруге болады. Немесе регистрация жасауға болады. Мысалы, менде Google аккаунт бар. Сол Google аккаунт арқылы кіремін. Үстіне бір рет чертеміз. Google Chrome ашылады. Міне менде осы Google аккаунт арқылы чертіп кіремін. Запустить Zoom, открыть приложение Zoom дейді. Мына программаны аштыртады. Осы арқылы ашамыз. Міне. Программамыз орнатылды.